Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 38-ші сабақ Батыр ел қорғаны тақырыбын өтетін боламыз. Бүгінгі сабақтағы бірінші тапсырма қазақтың жерін қорғаған батырларды есіңе түсір. Балалар, қазақтың жерін қорғаған батырлар Қабанбай батыр, Бөгенбай батыр, Наурызбай батыр, Райымбек батыр, Ағынтай мен Қарасай батыр, Есентай батыр мен Жанқожа батыр және де Исатай батырлар екен. Екінші тапсырма түсініп оқы. Жасыбай батыр. Әлкей Жасыбай батыр туралы көп әңгіме естті. Әке, Жасыбай батыр деген кім деп сұрады. Сонда әкесі оған тағы бір әңгіме айтты. Жасыбай жоңғарлармен соғыста аты шыққан батыр. Баянауылдағы мына Жасыбай көлі сол батырдың атымен аталған. Оның қысқаша тарихы мынандай. Бір соғыста Жасыбайдың әскері азайып қалады. Жау әскері әлденеше есе көп екен. Жасыбай батыр Баян тауының биік асуына барып бекінеді. Ол жоңғарларды асудан өткізбейді. Ұрыста Жасыбайға оқ тиеді. Сол жерде Олжабай батырдың әскері көмекке келеді. Жоңғарларды сөйтіп жеңеді. Балалар, Жасыбай батырды осы биік асудың басына жерлейді. Олжабай батыр Шойынкөлді Жасыбай көлі деп атауға ұсыныс жасайды. Жасыбай батырдың есімі көлге осылай берілген. Мәтіннің авторы Ахат Жақсыбаев. Балалар, мәтіндегі асу дегеніміз тау жотасының өтуге қолайлы жері. Әлкей Марғұлан 1904 жылы дүниеге келіп, 1985 жылы дүниеден озған. Қазақ халқының әдебиеті мен тарихын зерттеген ғалым. Қазіргі Павлодар облысының Баянауыл ауданында дүниеге келген. Ойлан. Үшінші тапсырма Жасыбай батыр кімдерге қарсы күрескен? Балалар, Жасыбай батыр жоңғарларға қарсы күрескен. Біліміңді қолдан. Төртінші тапсырма жоспар бойынша әңгімеле. Жасыбайдың жоңғарлармен соғысы, Олжабай батырдың көмегі, көл атауының өзгеруі. Жасыбайдың жоңғарлармен соғысы. Бір соғыста Жасыбайдың әскері азайып қалады. Жау әскері әлденеше есе көп екен. Жасыбай батыр Баян тауының биік асуына барып бекінеді. Ол жоңғарларды асудан өткізбейді. Ұрыста Жасыбайға оқ тиеді. Сол жерде Олжабай батырдың әскері көмекке келеді. Жоңғарларды жеңеді. Жасыбай батырды осы биік асудың басына жерлейді. Олжабай батыр Шойынкөлді Жасыбай көлі деп атауға ұсыныс жасайды. Жасыбай батырдың есімі көлге осылай берілген екен. Бесінші тапсырма. Мәтіннен жер аттарын теріп жаз. Мәтіндегі жер аттары Баянауыл, Жасыбай, Баян, Шойынкөл. Қорытындыла. Алтыншы тапсырма. Көлге неліктен Жасыбай батырдың есімі берілді? Ұрыста Жасыбайға оқ тиеді. Жасыбай батырды осы биік асудың басына жерлейді. Олжабай батыр Шойынкөлді Жасыбай көлі деп атауға ұсыныс жасайды. Жасыбай батырдың есімі көлге осылай берілген. Үй тапсырмасы. Өз өлкеңдегі батырлар туралы үлкендерден сұра. Үй тапсырмасы. Өз өлкеңдегі батырлар туралы үлкендерден сұра. Райымбек батыр. Туған жері Нарынқол, қазіргі Алматы облысы. Жоңғар шапқыншылығына қарсы күресте ерекше көзге түскен. Діндар, әділ, батырлығымен елге танылған. Алматы қаласындағы Райымбек даңғылы ескерткіші оның құрметіне қойылған. Өтеген батыр. Өтеген Өтеғұлұлы. Жетісу өңірінің атақты батыры. Абылай ханның сенімді серігі. Жоңғарларға қарсы соғыстың алдыңғы шебінде болған. Туған жері қазіргі Алматы облысы, Қараталды жағалауы. Халық оны әділдігі мен батылдығы үшін құрметтеген.
Сатай мен Бөлек батырлар, ұлы жүздің Шапрашты руынан шыққан ағайынды батырлар, Жетісу өңірін қорғау жолында ерлік көрсеткен, елді жоңғар шабуылынан аман сақтауға үлес қосқан. Осымен балалар, біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.